Сандарды разрядтық қосылғыштардың қосындысы түрінде қалай жазуға болады? Сандарды разрядтық қосылғыштар түрінде жазуды осы сандарды разрядтық жүздіктерге, ондықтарға, бірліктерге жіктеу деп атайды. Бірінші мысалды қарастырайық. 5698 санын разрядтық қосылғыштарға жіктейік. Бұл санда 5000 бірлік, 6 жүздік, 9 ондық, 8 бірлік бар. 5000 қосу 600, қосу 90, қосу 8. Екінші мысалды қарастырайық. 703.849 санын разрядтық қосылғыштарға жіктейік. Бұл санда 700 мыңдық, 0 ондық 1000, 3000 бірлік, 8 жүздік, 4 ондық, 9 бірлік бар. 703.849 тең болады 700 мың, қосу 3000, қосу 800, қосу 40, қосу 9.